Қайырлы күн, менің есімім Назерке. Осы видеода мен не үшін кітап оқу керек, осы сұраққа жауап беретін боламын. Бірден сіз не деген қызық сұрақ деп ойлануыңыз мүмкін, себебі барлығымыз айдан анық кітап оқу ол пайдалы екен, кітап оқу керек екенін барлығымыз білеміз, Дегенмен сіздің соңғы рет оқыған кітабыңыз қандай? Қашан кітап оқып едіңіз? Шыны керек, барлығымыз кітап пайдалы екенін білеміз, кітап оқу керек екенін білеміз, бірақ өкінішке орай ешкім оны оқымаймыз. Оқысақ та өте аз уақыт оған бөлеміз, және де уақытымыз жоқ деген сылтаумен кітапқа мүлдем қарамай кететін кездер де болып жатады. Менің ойымша, бұл кедергілердің бірі біз нағыз не үшін кітап оқу керек деген сұраққа жауап бермегенімізде. Ондай болса, сіздердің алдарыңызға 7 себеп. Ең бірінші себеп бұл әрине білім, кругозор, себебі кез келген қазір өзіңіздің маман ретінде атану үшін, немесе кез келген бір саланы меңгеру үшін сол саладағы кітаптарды оқу міндетті, Әрине, айтуға болады, қазір 21 ғасырда, видео дамып келе жатқан ғасырда осылай ютубты қосып қойып, өзіме керек барлық білімді мен ютубтан да ала берсем болады деп те айтуға болады. Дегенмен, кітап оқу да ол міндетті түрде сізге ақпаратты береді, және де бұлай видеода қарағаннан гөрі сіз өзіңіздің көзіңізбен ол кітапты оқу барысында сіз ақпаратты көбірек өзіңізге сіңіресіз. Біліміңізді арттырасыз, кругозорыңызды арттырасыз, және де кез келген бір саланың белгілі бір жақсы маманы атануыңызға болады. Екінші себеп бұл сөздік қор. Себебі өзіңізде ойлап көріңізші, сөздік қоры өте аз адаммен көп әңгіме құруға да болмайды, Енді ол сөздік қоры тек қана боқтық сөзбен шектелсе, мүлдем ондай адаммен араласпаудың да жөні бар деп ойлаймын. Сондықтан біз кітап көп оқу арқылы біз өзіміздің сөздік қорымызды көбейте бастаймыз, және де кез келген салада, кез келген бір кездесуде, кез келген бір әңгіме соғуда сіз өзіңіздің ойыңызды нақты және түсінікті жетуіне жақсы әсер ететін боласыз. Және де бұл тек қана өзіңіздің ойыңызды жеткізуде ғана емес, басқа адам белгілі бір танымайтын мүмкін сөзде айтқандықтан сіз оны жақсы түсіне бастайсыз, себебі сіздің сөздік қорыңыз оқыған сайын көбейе бастайды. Үшінші себеп бұл елестету қабілеті. Сізде болды ма? Мінекей сіз кітап оқып жатырсыз, ол өте қызықты кітап, және кітап оқыған кезде сіз оның кейіпкерін елестетесіз, ол болып жатқан жаңа процестерін бәрін елестетесіз, тау елестетесіз, және де қалай барлық өтіп жатқан барлығын елестетесіз, Бірақ бірнеше жылдан кейін сол кітап бойынша фильм түсіріп шығарған кезде, ол мүлдем сіздің ойлағаныңыздан да бөлек дүние болады, Және де қарап отырсаңыздар, бізге фильм бірден сізге елестету қабілетін дамытуға мүмкіндік бермейді. Себебі біз тек қана ол кітапты режиссердің, оператордың көзімен ғана көре аламыз. Ал кітап оқу барысында сіз өзіңіздің оқу барысында елестете арқылы сіз өзіңіздің воображение дейді ғой, айтқанда, соны жақсы дамытатын боласыз. Бұл өте жақсы қабілеттердің бірі, себебі қандай әйгілі адам болмасын, Эйнштейннің өзі айтқан болатын. Воображение бұл біздің білім алғаннан қарағанда да маңыздырақ деп, себебі әрбір кез келген бір затты ойластырып тапқан адам, ол өзінің көз алдына елестету арқылы ғана жақсы заттар ойлап тапқан болатын. Төртіншісі бұл біздің психикалық денсаулығымыз, яғни біз кітап оқу арқылы өзімізге деген сенімділік артып, жалпы миымыздың ойлануы, жалпы тұрғыдан алғанда, денсаулық тұрғысынан қарағанда, ол біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Денсаулық демекші, бесінші себеп бұл біздің жадымыз, яғни память дейді орысша. Бұл әрбір ақпаратты оқыған сайын біз оны бір есте сақтау қабілетіне ие болу үшін біздің миымызбен әрқашанда жұмыс жасайды, жадымен жұмыс жасайды, және біз әрқашан басқа бір тізімдерді жаттауға, басқа бір оқиғаны жаттауға қатты бізге әсер ететін болады. Алтыншы себеп бұл біздің зейініміз, яғни сіз отырып кітапты басынан аяғына дейін оқып үйренген кезде бұл сіздің зейініңізді арттырады, яғни барлық затқа барлық шашыраңқы болып кетпей, бүкіл фокусыңызды бір затқа жұмсауға үйретеді.
Одан басқа бұл тұрақтылыққа үйретеді, иә. Кітапты бастан аяғына дейін жеткізгенде бұл бір өте жақсы қабілеттің бірі болып есептеледі. Соңғы 7-ші себеп бұл әйгілі кез келген жетістікке нәтиже көрсеткен адамдардың барлығының фундаменті, яғни бұл кітап оқу, иә. Қарап отырсаңыздар, дамудың ең негізгі кілті, ең негізгі мағынасы, түпкі техникасы бұның барлығы кітап оқуда. Қарап отырсаңыздар, менің өмірімді өзгерткен кітап, немесе мына кітап маған қатты әсер етті деп айтып жатқан адамдар өте көп болады, иә. Сұхбатта да ондайды көп естуге болады. Сондықтан дәл сіздің өміріңізді өзгертетін кітап мүмкін әлі алдыда шығар. Сол кітапты табу үшін де сіз біршама кітапты оқып шығуыңызға болады. Осы себеп үшін де сіз кітапты міндетті түрде оқуды қолға алуыңыз керек. Қорытындылай келе, мен сіздерге не үшін кітап оқу керек деген сұраққа 7 себепті айтып бердім. Мүмкін сіздің де қосатыныңыз бар шығар. Сондықтан міндетті түрде пікірде өз ойыңызбен бөлісіңіз. Жан-жақтан әрқайсымыз барлығымыз кітап оқуды насихаттайтын болсақ, кітапты барлығымыз оқи бастасақ, біз өте керемет мықты халық болып шығамыз. Алдыңғы видеоларда көріскенше.